Сәлем достар, Дарикук каналына хош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламын. Бізге әрине ет керек болады. Менде бүгін осындай жілік етімен және қазы, құйрық май. Осыларды суға 2,5-3 сағатқа қайнатып алу керек. Етіміз қайнағанша біз қамырын илеуіміз керек. Ол үшін суға тұзды салып араластырамыз. Одан соң ыдысқа жұмыртқаны жарып, үстіне суды құйып араластырамыз. Енді ұнды қосып отырып, жақсылап қамыр илеп алуымыз керек. Қамырымыз қатты немесе жұмсақ болмау керек, орташа қолға жабыспайтындай жұмсақтау болуы тиіс. Дайын болған қамырды бетін жауып, демалуға қойып қоямыз. Біздің етіміз қайнап жатыр, көбігін алып тастау керек. Енді қазыны осылай тесемін. Мен сәбіз және картоп қосып жіберемін. Бұл міндетті емес. Енді қамырды алып, 2-ге бөлемін. Әрине 2-ге бөлмей жайсаңыздар да болады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Бетін жауып, тағы да демалуға қоямыз. Енді тұздығын дайындаймын. Ол үшін пиязды осылай жұқа етіп турап аламын. Қызанақ, болгар бұрышында қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Енді пиязды ыдысқа салып, үстіне сорпадан құйып, 10-15 минут қайнатып алу керек. Ал енді біздің етіміз дайын болды. Енді біз қамырымызды жаямыз. Ол үшін мен осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламын. Міне менде үлкен қамыр шықты. Енді осыны оқтауға орап, видеода көрсетілгендей кесу керек. Одан соң мен етті алып тастадым сорпадан. Енді қамырымызды қайнап тұрған сорпаға салып, піскенше пісіріп алуымыз керек. Осылай қайнатамыз. Шамамен 6-9 минуттың ішінде піседі. Енді сүзгімен осылай қамырды сүзіп аламын. Енді тұздығымызбен осылай жақсылап құйып шығамыз. Араларын осылай ашып, етті осылай турап аламын. Қазыны да осылай тураймын. Және картоп, сәбізді де турап аламын. Қамырдың үстіне осылай барлығын орналастырып шығамын. Соңында құйрық майды да турап бетіне қойып жіберемін. Міне біздің бешбармағымыз дайын болды. Әрине бұл тамақ өте дәмді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер өте риза болар едім. Астарыңыз дәмді болсын.